Сәлем достар, мен сіздерге Жүсіп Злиха отбасы хрестоматиясының жаңа тарауын ұсынамын, яғни Жүсіптің түс жоруы. Мысыр елінің байлығы Мағриб патшасының көз құртына айналып, Мысырды шабуды жоспарлады. Әуелі 2 жансызын жіберіп, патшаның наубайшысы мен шарап құятын аяқшысын айналдырды. Олар патшаның ас-ауқатына оқ қосып берсеңдер, үлде мен бүлдеге орап 7 ұрпағыңа жетерлік алтын береміз. Ал мынау алтын ала сияқыларың, деді де алтын толы 2 сандықтың бетін ашты. Наубайшы алтынды көріп, есінен танып, келіскен сыңай танытты. Аяқшы ойланып толғануға 3 күн мұрсат сұрады. Үйіне келген соң аяқшыны ар-ожданы мазалап, түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмады. Патша оған қызмет беріп, өзіне жақын тартты, ең сенімді серігі қылды, мейірімін төгіп қамқор болды. Қожасына опасыздық жасауға қалай ғана қолы барады? Бұлай болмайды. Бір малай өлсе, оның орнын жұмыр басты жан басар. Ханымыз өлсе, бүлік шығып, елдің іші қан басар. Патшаға дереу ескерту керек, деп бекінді. Ертесіне патшаға бар сырды жайып салды. Патша шошып кетті. Нөкерлер наубайшыны дереу алдыртып, екеуін беттестірді. Наубайшы сөзінен танып шыға келді. Ол: «Мен емес, мынау қосып беруге келіскен», деп тайқып шыға келді. Райан патша ашуға бой алдырып, кімнің ақ, кімнің қара екенін айырып жатқысы келмеді. Ол ызаға булығып: «Әй Әзиз, сен не дейсің? Опасыздар қандай жазаға лайық? Басын шауып шаһардың кіре беріс қақпасына салбыратып асып қояйын ба? Әлде екеуін ат құйрығына байлап өлтірейін бе?» деді Әзиз. «Уа патша ағзам, өлтіру оңай, тірілту мүмкін емес. Бәлкім олар бұдан да көп құпия білер. Жазықсыз кісі өлтіріп обалына қалмайық. Әзірге зынданда жата тұрсын. Істің мән-жайын тергеп тексерейік», деді. Патша мұны мақұл көрді. Сонымен екеуі қапастан бір-ақ шықты. Аяқшының аты Бақылас, наубайшының аты Жүнен еді. Зындандағы тұтқындар бұл кезде басқа бір қызықты бастан кешіп жатыр еді. Олар не түс көрсе де дереу Жүсіпке жорытатын. Бір күні Бақылас: «Әй Жүсіп, мен бір түс көрдім, түсімде ғажап іс көрдім. Бір баудың ішінде отырмын. Жүзімдер балбырап пісіп тұр екен. Қолыма 3 түп жүзім алдым да, сығып шырын шәрбатын алтын кесеге құйдым. Сосын патшаға бердім. Патша ішіп еді, 2 беті нұрланып шыға келді», деді. Жүсіп: «Әй аяқшы, бағың бар екен, жүзің ақ екен, Тәңірім саған жақ екен. 3 күннен кейін бостандыққа шығасың. Сенен ілік таппайды, басыңды ешкім шаппайды. Мансабың асып, абыройың тасып, уәзір болып тағайындаласың», деді. «О Жүсіпжан, аузыңа май, астыңа тай, айтқаның келсін жігітім», деп серпіліп сала берді. Ертесіне наубайшы да түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Түрі бұзылып Жүсіпке жетіп келді, өтірік байсалды кейіпте. «Бүгін мен де түс көрдім. 3 тандыр нан пісіріппін. Бірі қызыл, бірі ақ, бірі сары. 3 нанды 3 ыдысқа салып, патшаға апара жатыр едім. Кенет құстар ұшып келіп нанды талап кетті», деді. Жүсіптің түрі бозарып, үнсіз отырып қалды. «Қиын түс екен, жүре алмайтын сияқтымын», деп оңай құтылмақшы болып еді. Наубайшы жалынып айтпасына қоймады. Жүсіп: «3 күннен кейін сені де бұл жерден шығарады. Мінезің құбылмалы екен. Адамның ең асылы қиянатсыз ақпейіл. Ең зиянкес жасығы тайғақ мінез 2 тілдеген. Патшаңа опасыздық қылыпсың. Сол үшін сені дарға асып, денеңді ит пен құсқа жем қылады», деді. Наубайшы патшасын сатқан опасыз болатын. Беті сазарып: «Сені сынап қайтер екен десем, көрмеген түсті де
жорғалатып жою беретін жүйрік екенсің деп қарқылдап күлген болды. Жарайды, ертең тағдырың белгілі болады. Құтылып жатсаң армансыз күлерсің, деді Жүсіп. Жүсіптің айтқаны айдай келді. 3 күннен кейін екеуін де алып кетті. Наубайшыны қылмысы ашылды. Оны дереу дарға тартты да денесін ит құсқа тастады. Ал аяқшы абырой болғанда лауазымды уәзірге айналды. Зынданда жатқан Жүсіп аяқшыға бір істі аманаттап еді. Азаттыққа шығып, жаңа қызметке жайғасқан соң, жазықсыз жатқанымда патшаға жеткіз, мені шығарсын деген еді. Бірақ аяқшы бақыттан басы айналып, Жүсіптің өтінішін ұмытып кетті. Сол кезде Жебірейіл періште Жүсіптің алдынан табылды. «Әй, Жүсіп, сені кім жаратты?» деді ол нығыз үнмен. «Ұлық Алла», деді Жүсіп не болғанын онша ұқпай. «Ағаларының қастығынан, құдықтың азабынан, әпілақтың мазағынан, Зылиханың тұзағынан, қатындардың шатағынан сені кім құтқарды? Саған кім пана болды?» «Раббым Алла», деді Жүсіп. «Олай болса, не үшін аяқшыны араша қылып патшадан пана сұрадың? Алладан емес, адамнан пана сұрағаның үшін зынданда тағы 6 жыл жатасың», деді. Жүсіп шалыс кеткенін ұқты да тағдырына тағы да мойынсұнды. Құрметті оқырмандар, осы оқиғаның соңын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.